бойға Аллаға мен сенемін да, и менің сенетін Құдайыма сен ол Құдайға мысалға сен Құдай жоқ деп сол Құдайға сен сөз тигізіп жатрсың да. қазір қаншама әңгіме болды, қанша уақыт болды, мен сені естіп келе жатырмын да. Давай Ақжан, сен естіп келе жатсаң, онда мына әңгімені естімегенсің ғой. Сен ешқандай Құдайға демек тіл тигізбейсің, иә? Жоқ, өзің Құдайыма жоқ, я ешқандай Құдайға тигізбеймін. Мен үшін бірақ Құдай бар ғой, ешқандай Құдайға тіл тигізбеймін дегенде, мен үшін Алла ғана бар. Демек сен өзің сенетін Құдайды ғана мойындайсың да, басқа Құдайларға түкіргенің бар ма? Түкіргенім бар деп жатқан жоқпын. Мен өзім сенетін Құдайды ғана мойындаймын. Басқаларын мен басқа Құдай жоқ деп есептеймін. Түкіргенім бар деп жатқан жоқпын ғой. Сен сөйтіп разговор басқа Құдай, жарайды, басқа Құдай жоқ деп есептейсің. Және сол басқа Құдайдың жоқ екенін айтасың ба сен? Жоқ. Мен сен сияқты мысалға интернетке шығып, оны или біреуді ұстап алып, Алладан басқа не жоқ деп ондай не істемеймін. Айтпайсыңдар, иә, дұрыс. Басқа Құдай жоқ деп айтпайсың сен. Дұрыс. Мешітте азан шақырылатынын білесің бе? Мынандай тиктокта отырып айтқан жеңілірек па біреудің Құдайы жоқ, жалпы Құдайға сенбейтініңді, или микрофонмен бүкіл районға айғайлап айтқан жеңілірек па? Ол байғы, кім атың кім негізі сен тұтқалақ атың? Айта бер. Қайсысы жеңілірек? Кім деп обращение істеймін? Жасұлан деп айта бер. Қайсысы жеңілірек? Хорошо. Байғы, сен қай елде түсіріп жатсың? Біздің ел, мысалы Қазақстан исламды ұстанатын ел ғой? Жоқ, Қазақстан зайырлы мемлекет. Хорошо, онда бүйтіп естейікші. Біздегі халық санының мысалға қанша көпшілігі исламды ұстанады? Қызықтырмайды ол. Неғып қызықтырмайды? Көпшіліктің дініне басымдық беретін нәрсе емес қой, біз зайырлы елміз, барлық діндер бірдей. Сен бүйтші, мен бірінші сұрағыма жауап берші. Неге, мысалға, сен Аллаға, сен Құдайға сенбейсің, сен атеистсің, ешқандай Құдайға сенбейсің, иә? Дұрыс қой? Ал оны неге, мысалға, интернетке шығып, қаншама елдер, мысалға, қаншама жастар бар, мысалға, соны санасын олап, оны неғып таратып жатсың оны? Оны сенбейсің ба? Лично өзің сенбей жүре берсең болды ғой. Жарайды. Тура осы ситуацияны айналдырып айтып берейін, иә? Сен бұны дұрыс емес деп есептейсің, иә? Конечно, дұрыс емес. Жақсы, тұра тұр, жақсы. Енді осы сөзіңде тұр. Енді мен былай бір ситуацияны естейік. Осы тиктокта бір имам уағыз айтып отыр. Алла тағала хақ, пайғамбардың жолы хақ, осы ислам деген ең керемет дін деп уағыз айтып отыр. Мен соған кірдім де айттым. Имеке, мына жерде қаншама атеистер, қаншама агностик, деист, христиандар бар, олардың бәрін неғып адастырып отырсыз мына жерде эфир ашып алып. Дұрыс емес қой мынау деген. Сіз мысалы өзіңіз мұсылман болсаңыз отыра бермейсіз ба мұсылман болып? Зачем оны елге жайып? Неге өйтіп істеп отырсыз мысалы? Мына жерде қаншама адамдар бар, адастырып оларды деп, осындай уағыз айтып отқан адамға кіріп, эфиріне айтсам, дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ, мен саған айтқан сол ғой. Біздің ел сондай ғой, біздің халықтың арасынан көп ұстанатын пайызы сұраққа жауап бересің ба, жоқ па? Мен саған жауап беріп отырмын, сен тыңдасайшы. Жауап деген былай басталады. Саған сұрақ қойылатын болса, дұрыс па, дұрыс емес па деп қойылатын болса, сен бірінші менің сұрағыма жауап берсейші. Мен саған екі сұрақ қойдым. Сен жарайды, сен сұрадың, мен айтып жатырмын. Бұл менің өзім жеке пікірім, мен ол нәрсені әлеуметтік желіде қалауымша айта аламын, ол проблема емес. Мен қаладым солай, мен солай айтам. Болды ма? Қара, енді жауап бердің, көрдің бе? Сен өзіңе келгенде, сенің сөйлеу позицияң осындай екенші, мен сен енді қара. Сен жаңағы ситуацияға баға берші, мен бір имамға кіріп, тура солай айтсам, менікі дұрыс па, дұрыс емес па? Сосын оның алдындағы сұраққа да жауап берген жоқсың, оған да жауап бер қазір. Ақжан. Шығып кетті, Ерсұлтан дейді, Ерсұлтанға да бірдеңе болған ау деймін. Алло. Ерсұлтан, саққа бірсе, не үшін бұл жерде? Қаталдықтан әлі ағзар татарсыңдар дейді.
Ақжан қайтып келді. Ақжанмен сөйлесейік. Ақжан қайта оралды. Ақжаннан қазір сұраймыз. Сонымен Ақжан, әлі телефон өшіп қалды. мен бағанағындай имамға сөйтіп айтсам дұрыс па? Қалай дедің, былай дедің ғой, имам қалай дедіңіз, мен дұрыс басын айтшы, ұмытып қалдым сен сұрағанды. Тура сен маған айтып жатқан әңгімені имам, тиктокта отырған имамға барып айтсам дұрыс па? Неғып таратып отырсың деп па? Неғып айтып отырсың мына жерде, дініңді өзің ұстамайсың ба, эфирге шықпай, неге сен уағыздап отырсың исламды, Құдайға сенетін болсаң өзіңді сене берсей, зачем атеистерді адастырып отырсың мына жерде десем? Былай ғой, сен мені тыңдашы, бір 5 минут сөзімді бөлмей. Сен былай екен, еркпеш, дұрыс па, дұрыс емес па, жауап бер. Сен нормально сөйлеп жатырсың ба? Кім ысқақ, любезно? Сен де мені дұрыс па, дұрыс емес па, жауап бересің ба? Мен саған жауап берейін отырмын ғой, сен сияқты сөйлесіп отырмын, мен сенің уровеніңде. Жауап беретін болсаң, былай баста. Дұрыс, либо дұрыс емес деген сөзден басташы. Дұрыс емес. Демек сенікі де дұрыс емес, иә? Жоқ, сен не екенін тыңдамайсың ба сонда? Сен бағана маған дұрыс емес дедің де, сен не екенін маған пояснить еттің. Мен де саған пояснить етуге бола ма сонда? Или тек дұрыс емес, өзіңнің іс-әрекетіңді де қара, өзіңнің іс-әрекетіңді де дұрыс емес деп санайсың ғой, иә? Жоқ, менің айтқан нәрсем дұрыс, сен айтып отқан дұрыс емес. Не екенін айтайын мен де? Иә, екеуі де бірдей ситуация, екеуі де, бірақ біреуінде сен дұрыс, біреуінде мен дұрыс емес, солай ма? Жоқ, екеуі бірдей емес. Екеуінде де өзінің көзқарасын айтып отырған адамға келіп, неге сен көзқарасыңды айтасың деп, басқаларды адастырасың деп тиісу. Тура осы іс-әрекет. Бірақ біреуінде соны тыңдашы деп отырмын, оны түсіндім, оны неге маған қайтап айтып отырсың? Тыңдашы болды, не екен? Имамдар келіп, христиандардың Иисус туралы айтып отқан жоқ қой, дұрыс па? Мысалға. Естіліп тұр ма? Айт. Атеистерге не холодно, не жарко ғой, олардың ешқандай ештеңесін тимейді ғой. Өйткені олар вообще Құдайға сенбейді ғой. Атеист имам кеп, Алланың бар екенін бүкіл әлемге таратып не істеп жатса, атеистерге бәрібір ғой. Өйткені олар мүлде Құдайға сенбейді ғой. Оларға не ыстықта, не суықта емес, ол тарата ма, таратпай. Өйткені ол сенбейді, болды. Біз сенетін Алланың, бүйтіп айтайыншы, біз сенетін Алланы сен жоқ деп жатсың. Значит, сен менің Аллама, сен уже елдерге жоқ деп, ол маған тиіп жатыр да, түсініп отырсың ба? Енді саған қойылған бірінші сұраққа қайта ораламыз. Тұра тұр. Саған қойылған бірінші сұраққа қайта ораламыз. Микрофонмен бүкіл районға біздің ғана Құдай бар, сендердің құдайларың жоқ деп айту дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Тиктокқа шығып, сенің құдайыңа мен сенбеймін деп айту дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Разница? Өйткені сен сөйтіп сөйлеп, сен біздің немізге тиіп жатсың да, жан дүниемізге, біздің намысымызға, бізге тиіп жатсың да, мұсылмандарға ше. Ал Ақжан, микрофоннан сен тұратын районда церковь бар ғой, микрофонмен Аллах жоқ деп айғайласа, сен нормально ма саған? Аллах жоқ деп айғайласа дейсің ба? Иә, микрофонмен. Күніне 5 рет. Жоқ. Сен айғайласаң нормально, иә? Біз Иисус жоқ деп айғайлап отырық па? Енді ол Құдай ретінде жоқ дейсіңдер ғой. Жоқ, айғайлап жатырық па деп жатырмын. Иә, күніне 5 рет. Біз күніне 5 уақыт Иисус жоқ деп айғайлап жатқан жоқпыз ғой. Исада, Кришнада, бүкіл сол районда тұратын тек қана мұсылмандардың құдайы рас, қалғандарыңдікі жоқ деп күніне 5 рет айтасыңдар микрофонмен. Енді ол христиандарда олардың өздерін дейтіп азан шақыру жоқ қой. Бірақ оның ішінде өздерінің библияларында дұрыс деп жатырмын ғой. Демек сен біреулердің құдайларын жоқ деп бүкіл неге жар салсаң, олар естісе, олар ренжімейді. Сенің құдайыңды жоқ десе, сен ренжіп қаласың. Сен просто андай бір жаққа қарай ұрып отқан жоқсың ғой, япырап қалғандарын. Жоқ, сен қарашы. Сен именно Аллаға қарсы шығып жатсың да, именно сен неге
Алла жоқ. Сенің әңгіменің 95% осы Алла туралы ғой. Түсініп Ол отырсың ба? Алла туралы әңгімені бастайтын кім? Адамдар қалай кім? Сен ғой. Сен чисто фоныңдағы әңгіме ғой тұрған. Сен ғой бірінші очередь Құдай жоқ деп тұрсың ғой. Енді Алла туралы әңгімені сен кіріп, мысалы, мен саған қазір христиан туралы әңгіме айтсам саған, сен сөйлесесің бе? Или сен бастайсың ба Алла бар деп? Былай ғой, просто Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін қаншама адамның процент көп мұсылман болғандықтан кейін, и ол бірінші очередь бәрі Алла деп қабылдайды да. Процент решать ете ма сонда? Процент решать ете ма? Конечно, адамдар сенімді решать етеді ғой. Демек сонда бізде мұсылмандар көп болғандықтан басқа діндерді мыжа берсе болады, е? Ешкім басқа діндерді мыжып жатқан жоқ қой. Қай жерде басқа діндерді мыжып жатырық біз? Енді сен микрофонмен олардың құдайлары жоқ деп неге айғайлайсың? Енді айтып отырмын ғой, сен мені тыңдап отырсың ба? Ол бізде кәдімгі Құранымызда мысалға бізге келген сол парыз етілген нәрсе ғой. Христиандардың да өздерінің етілген нәрселер, мысалы парыз етілген өзі сөйлемейінші, оларға да парыз етілген нәрселер бар ғой. Олар соны істеп жатыр. Просто оларда азан жоқ, бізде азан бар. Оларда азан сияқты болса, оларда шақыртар деді. Қараш, сен Біз біреудің мұжатын болсақ, бізде вообще церковьтер болмайтын еді ғой. сен біреудің затын ұрлап кетсең нормально екен да, біреу сенің затыңды ұрлап кетсе, ол уже ненормально екен ше. Сондай әңгіме айтып отырсың да сен. Сен мені тыңдап жатқан жоқсың. Одан кейін сенің сұрақтарың кейде адамды ойландырып қояды да, ойланып отырсаң, мына кірмейтін сұрақтарда соған жауап таппай қаласың да. Сен біреудің құдайы жоқ деп айтсаң, саған нормально екен, ол болады саған рұқсат. Сен басқалардың құдайларын жоқ десең нормально. Бірақ біреу сенің құдайың жоқ десе, азан шақырғанда ешқандай азанда Иса жоқ деген сөз жоқ. Именно сөйтіп қатысты. Алладан басқа құдай жоқ деген сөз бар, бірақ Иса жоқ деп тигізіп айтатын не жоқ. Жарайды, онда Алладан басқа құдай жоқ, еще Иса дегенде құдай бар. Солай ма? Жоқ. Мен сенің түсінігің бойынша саған жауап беріп жатырмын. Сен айтып отырсың ғой, неге христиандарға мысалға бізде азанда Иса жоқ деп шақырмайды ғой азанды. Сен басқа құдайлар жоқ дегеннің ішіне кіре ма ол? Сен түсінбедің, мен не айтып тұрсың, мен саған бір мен үшін Алладан басқа құдай жоқ, ол өмірдің соңына шейін солай өтеді, ол нақ солай, мен үшін емес ол. Өте бер, енді сен өте бер, енді сен біреудің құдайын жоқ дейсің да, сенің құдайың жоқ десе неге ренжисің? Жоқ екен, бірақ оның ағып олай жария құдай жоқ деп, ол маған тиіп жатыр да, түсініп отырсың ба? Сен менің Аллам туралы сөз айтып жатырсың. Сен біреулердің құдайларын жоқ деген кезде оларға тиеді деп ойламайсың ба? Қыз қашан айттық біреудің құдайы, мысалға неде христиандарда мысалға церковьта Алла бар деп айта ма? Жоқ, сен Аллахтан басқа құдайлардың бәрін жоқ деген кезде, жауап берші, церковьға баратын болсаң, церковьта саған жаңағы нелер. Аллахтан басқа құдай жоқ деп айтқан церковьта да соған не ғой? Церковьта да Иисустан басқа құдай жоқ деп айтады, дұрыс па? Тыңдасай, енді Алладан басқа құдай жоқ деп сен айтқан кезде, басқа сол сен жоқ деп жатқан құдайға сенетіндер ренжіп қалмай ма? Кім мысалға? Бәрі сол. Христиандар ма? Көп қой бізде діни конфессиялар, көп. Соларды ренжіп қалмай ма олар? Ренжімейді. Неге екен айтайын ба? Өйткені оларды өзінің түсініктері бойынша солай. Жоқ, сен неге ренжисің онда? Бай ғой, сен именно әңгімен Алла туралы болып отыр да. Сен қазір Иисус туралы қозғаш, саған христиандар келіп саған шығады. Нағып бүйтіп айтасың деп. Сен бір нәрсе тұр. Сен неге әңгіменің 95% мысалға басқа бір буддизм туралы соларға неге қарсы шықпайсың? Неге именно Алла туралы болып жатыр? Сол үшін мен саған ренжимін. Сен түсініп тұрсың ба мені? Сенің әңгіменің 95% Алла туралы болып жатыр. Сен біреудің құдайын жоқ десең, ол нормально. Біреу сенің құдайың жоқ десе, ол не нормально? Осылай ма? Ема сен қалай сұрақ қоясың өзің? Қара, қайталап сұрайын. Бірақ сөйлемнен тұрады. Бірақ сөйлемнен тұратын сұрақ. Жауабы жоқ сұрақтар ғой? Жауабы бар. Сен біреудің құдайын жоқ десең нормально, бірақ біреу сенің құдайыңды жоқ десе, ол не нормально? Жоқ, ол емес. Солай ма?